Сәлем достар, қайырлы күн. Сіздерді каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін селедка под шубой салатының рецептімен бөліспекшімін. Міне осындай өте әдемі торт сияқты селедка под шубаны жасаймыз. Бізге ол үшін картоп, сәбіз, жұмыртқа, қызылша және селедка керек болады. Картопты, сәбізді және қызылшаны суда қайнатып дайындап қойдым. Жуаны уақтап турап салатқа өзін пайдалансаңыз, ол ащы дәм болады, ал оны маринадтасаңыз, оның дәмі ерекше болады. Бізге маринадқа керек нәрселер: 150 грамм су, 100 грамм алма сірке суы, 50 граммдай болмаса 2 ас қасық қант, сосын 1 лавр жапырағы және 1 қалампыр. Отқа қойып қайнатамын, бір қайнатып, сосын суытып қоямын. Суытып, содан кейін туралған жуаны ыдысқа салып, оның үстінен мұздатылған маринадымызды құйып қоямын. Құйып 15-20 минутқа қоямын. Енді картопты үкіштің үлкен көзінен өткіземін. Картопты, сәбізді духовка деп фольгаға орап пісіріп алсаңыз да болады. Ал суға қайнатқанда өте қатты пісіріп жіберуге болмайды. Неге сәбізді де өткізіп аламын. Сосын мұқият тазаланған селедканы турап бастаймын. Селедканың барлық сүйектерінен ажыратып тазалаймыз. Сосын осындай бөлшектерге бөліп, уақтап турап қоямын. Орташа бір селедканы алдым мен. Енді қызылшаны теркіден өткіземін. Қызылшам өте әдемі менің. Одан кейін 3 жұмыртқаны суда 10 минут қайнатамын. Қайнап бастағаннан 10 минут қайнау керек. Сонда осындай өте әдемі болып піседі. Жұмыртқаның сарысын бөлек, ағын бөлек аламын. Сарысын ең соңынан қолданамын, ал қазір үкіштің орташа көзінен жұмыртқаның ағын өткіземін. Енді мен майонезді қолдан жасаймын. Үйдің жұмыртқасына, бір жұмыртқаға 1 ас қасық алма сірке суын қосамын. Сірке су болмаса, үйде лимон шырынын қолдансаңыз да болады. Сосын 150 грамм сұйық май, иісі жоқ. 1 шай қасық горчица саламын. Сосын жарты шай қасық тұз бен жарты шай қасық қант саламын. Барлығын блендермен араластырамын. Ол үшін блендерді жұмыртқаның сарысының үстінен қойып, сол арқылы араластырамыз. Бар болғаны 1-2 минуттың ішінде майонез дайын болады. Үйдің майонезі өте дәмді болады және неден жасалғанын өзіңіз білесіңіз. Майонезге бұрыш салсаңыз да болады, қара бұрыш, бірақ мен салған жоқпын. Енді маринадтағы жуамызды сүзіп аламыз. Мен осындай тарелка қолдандым және кондитерлік осындай кольцоны пайдаландым. 18 диаметрі. Жиегіне азғантай сұйық май жағып қойдым. Енді салатымызды жинап бастаймыз. Ең бірінші қызылшаның 3/1 бөлігін астына салдым. Сосын селедканың үстіне маринадталған жуадан кішкене бөлегін салып, екеуін араластырып қоямын. Маринадталған жуа ащысы кетіп, өзі қытырлап тұрады. Өте әдемі болып.
қызылшаның үстіне азғантай тұз себемін және де бір ас қасық майонезді осындай қылып жағып шығамын. Оның үстіне күштен өткізілген картопқа бір шай қасық майонез және шым-шым тұз сеуіп араластырамын. Менде көкөністердің барлығы суда қайнағандықтан оларда тұз жоқ. Салатқа саламын картопты, тегістеймін. Оның үстіне бір шай қасық майонез салып жағып қоямын. Енді селедкамыздың барлығын салып жібереміз. Кондитерлік мешоктың ұшын азғантай кесіп, ішіне майонез құйып дайындап қойдым. Енді жұмыртқаның ағының үстіне бір шай қасық майонезбен жарты шай қасық горчицаны араластырамын. Оны шанышқымен араластырамын, басылып қалмау үшін. Содан кейін селедканың үстіне азғана майонезді себемін. Сосын оның үстіне жұмыртқаның ағын саламын. Шанышқымен жұмыртқаның ағын орналастырамын. Одан кейін сәбізге лимон шырынын құямын. Ол бір ас қасықтай болса болғаны. Араластырып, жұмыртқаның ағының үстіне және де бір азғантай майонезді себемін. Сосын сәбізімізді орналастырамыз. Және де майонезден азғантай себемін. Сосын маринадталған жуамыздың барлығын үстіне саламын. Және де азғантай майонез. Қызылшаның үстіне шым-шым тұзбен бұрыш салып, 2 шай қасық майонез салып араластырамын. Салаттың үстіне саламын. Және бір шай қасық майонезді үстіне жағып қоямын. Бетіне пленка жауып, 2-3 сағатқа тоңазытқышқа қоямын. 2 сағат уақытта өтті. Енді жұмыртқаның сарысын үккіштен өткізіп дайындап қоямын. Міне біздің салатымыз. Сыртындағы кондитерлік кольцоны алып тастаймын. Сосын жұмыртқаның сарысын бетіне сеуіп шығамын. Сосын уақтап туралған көк шөпті де қапталдарына осындай алып себелеймін. Әшекейлеу енді әркімнің өзінің фантазиясына байланысты. Неге өте әдемі болып шықты. Енді кесіп дәмін көру қалды. Дәмі өте керемет болған. Маринованный жуа селедкамен жақсы келісіп тұр. Өзі
ешқандай құрғақ та емес, сочный болған. Барлықтарыңызға осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Міне біздің үйдің кішкентай дегустаторы қазір өзінің бағасын береді. Рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше қош, сау болыңдар.